мұрагерлігімен қол сұқты. Родной, мен саған 10 000 доллар берем. Сен Гүлайымның қолындағы мұрагерлік құжатты маған алып бересің, түсінікті ме? Алло, короче, былай, жігіттер, сендер маған 7 миллион топ қойыңдаршы. 3 миллионды қолдан әкетті. Қаражаттан қатты қиналып тұрмын. Әлгі Гүлайымның кесірінен бір аяғымнан да айырылдым. Все онда, давай. Я тыңдап тұрмын, жайшама. Benim şimdi sarvam var. Ол қандай шаруа соншама? Gülайымның ісіне мен де араласам. Не? Сен бе? Араласпайсың. Сен бірінші біздің жағдайымды ойлап алсайшы. Сен қашаннан бері менің жағдайымды ойлайтын болғансың? Мен мынаумен өлтіре салам. Байқайын, сен соңғы кездері өзгеріп бара жатсың. Сен адалдыққа емес, жауыздыққа итеріп бара жатсың. Әлде бетіңе маска киін дедің. Жақсы. Шетші уақыт өтіп жатыр. Мен онда өзім өлтіре салам. Жоқ, доғар. Екі еркектің бір қызға атылғаны жөн болмас. Мен өзім тындыраным оның шаруасын. Алло, короче, жігіттер, осы Аманның мұрагерлігін тартып алыңдаршы. Көлік, үй, ақша, барлығын. Сосын 5 000 доллар беремін. Кесірім сұраймын, сағат қанша болды? Әрине. Сағат 3:30 болды. Рахмет. Осы Аман бір жер қалай көтеріп жүр? Адам емес айуанда. Мұнан көріп тұрсың, шертпен баса салайын ба? Тұқын жетсе. Әттең еркек емессің. Еркек болсаң давно өлтіре салатын еді. Бірақ сенің менің байлығыма көз салатына қандай құқың бар? Орныңды біл. Тапшы. Құдайым, мен неге солай қинадым? Бір жағынан аяғымнан да айырылдым. Тоқта! Жома маған, жома! Мәсіне құжатты бере сал. Армандама. Қан керек ақша, қанша керек? Серкек болып не сатайын деп жүрсің ба? Сонда бұл әдейі құрылған жоспар болған ғой. Салауат өзің өлетінін біле тұра қарындасына кегіңді аларсың деп айтып өткен болып тұр ғой сонда. Бірақ қарындасы да бір беткей, айтқанынан қайтпайды екен. Осы жатыра кім екен? Және шындықты қайдан біле алады? Ертең татуаж жасақ қалай болады екен, а?